Сәлем достар, бүгін сіздермен қалай Instagram Stories'те WhatsApp ссылка және де YouTube ссылкалары кез келген ссылканы қалай қоюға болады. Сол туралы бүгінгі видеода сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видео сіздерге пайдалы болары сөзсіз. Ал енді бастайық. Ең алдымен мен сендерге WhatsApp ссылканы қалай қоямын, сол туралы қысқаша айта кетейін. Мына жерде төбесінде барлығын стрелкамен жазып көрсететін боламын, чтобы сіздерге барлығы анық болу үшін. Мына жерді басасыздар. Осыны басқаннан кейін мына жерде ссылка деген тұрады. Көкпен ссылка деген тұр, иә? Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін, егер сіз WhatsApp ссылканы қоятын болсаңыз, арнайы сөзі бар. Соны жазуыңыз керек. Мен қалай жазып жатырмын, дәл солай сіз де осылай жазуыңыз керек. Және де бастаған номеріңізді бастаған кезде 8707 емес 7707 деп бастауымыз керек. Мысалы, біз біреуге номерімізді айтқан кезде 8707 деп айтамыз, бірақ бұл кезде біз 777 деп жазуымыз керек болады. Онда шықпай қалады. 540-70-65. Мен өз номерімді жазып жатырмын. Және де мына жерге ол ссылканың атын қойғыңыз келсе, осылай жазасыз. Мысалы, қатысамын деген сияқты, или марафон курс өткізетін болсаңыз, осылай жазып қоясыз и готово дейсіз. Вот осылай шығып тұрады. Осының үстін басқан кез келген адам сіздің WhatsApp-ыңызға тікелей өте алады. Енді біз YouTube ссылкасында қоюды сіздерге үйрете кетейін. Бұл да өте оңай. Және де осы жерде ссылканы қайтадан басамыз. Егер мынаны сбросить етейік. Және де осы жерде қайтадан басамыз ссылка дегенді. Және де енді осы жерге ссылканы копировать етіп алып, вставить дейміз. Мына жерге жазатын сөзіңіз болса жазасыз, жазбасаңыз өзі былай шығып тұрады. Осылай, дәл осылай шығып тұрады. Тек қана копировать вставить етсеңіз болғаны, ал WhatsApp номерді жазатын кезде «Уами» деген сөзді жазуды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге бүгінгі видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Себебі әр күн сайын сіздерге керемет кеңестермен, лайфхактармен күнде бөлісетін боламын.